Жоғалған Үлеріне бір ел қалғаш, әткейім білән шушы қорғылды бойында ширатығы жетіп ауыл күтуін күттік. Сағышлы инішкәйі, сыйырлар топтап, тәмім қора созылыққа өрілдірген екенсің. Шишме шілтіреген ұрынны ширлешке жетіш қоныш қосқан. Мен қатырлаған güzellik, шіреген, тәмім күл болған. Әткейім ауыл мұласы, имам, менің қаушақ түшкенімді көрді де, мына шулайырақ шулар, хәлләр шулайырақ шул. Әйдәлі, қырғылды елшіміз сауғырлық етіп бір шиғыр айтады. мен айттым, әткем тыңлады, көңілінің яқтысы көзлеріне бәріп шыққан ең. Ұлым, мен де бит шушы елшіміз турында бір мінәжат шығарған еді. Шуны сеңа айтып көрсетірмін деп ердім, енді ұнытқан, ұнтылған. Бір генә сөзі де естей ұшпаса. Кетер вақытлар жеткен ақыры. Жер қойнына кірер сағатым соққанды. Әбит исан шағында айтып бітіре алмаған бар сөздерімді мына шу мінәжатта айтып бітірген едім сымақ. Ашысын ашап, яшысын яшап бітіргенмін көресің. Мен әлі әткейінің яман yıllarda жимірілген ауыл мәшіттің ямадан тіргізі, мұнараға мініп, имам бұлара бірден бір озанын әйтесінде. Шуннан соң дүния қуасында білмейді. Шуңа көре көп дүния көрген ирлер тауышы білән юқсыз сөйлемәләккәй. Әйтілмәген шиғыр бұл, яшәлмәген ғұмыр. Шиғырыңды әйтмей тұрып, Құдай сені ұс қатына шақырмасыңды. Ол шиғырыңды меңа 1000 қат ұқырсын әлі. Ұлым. Әткей дүния біле құшылашқан күндерде бүттін мүслим яғы тіттіреп тұрған оппақ шешекке көмейлер еді. Жаннарға ихлас ақылы тұлышқан мәлләр. Күтуде шақта әткейні юатырға тілеп, бик көп сөйледім бұлай. Әмі Құдай берсінді. Әйтмән. Туған яғымыздың таң жиллерінде тибіреніп ұшқан оппақ шешек тажлары мәне шулар болған екенсің. Әйттің ми қалған шиғырың, ғұмірлік мінәжетің өткен. Йырақ бабайлардан келген тонға, біздің тонға, нәсіл тонғамыз. Әткейіме келіп ерішкен ол, нәсіл тірі, исән қалғанбыз. Бұл тонғаны әткей үй солғанда, болта білән шапты негізге. Хәтірләп қал ұлын бұл тонғаны, һәм яман сүз аңа тигізме. Бұл тонғада әдәм, фикір, ұшыш. Шулар һич та туқтап қалмаса. Бұл тонғаны тапшыр ұнықларға. Бұл тонғаны сулар ағызмасын, бұл тонғаны ұтлар алмасын. Суббай қаны түгіл, тамырында бабайлардан келген қан яна. Сенің үшін нәсіл қызармасын. Сен дан істе шушы таңғаға. Қатырында пішен арбасы бар еді.
Pişen kup sıysanla yan yaklарын көтәртіп, шетәлләп ясыйлар. Шулар баны үстерәп, әнкәй белән икәү пишәнгә киттек. Урман аланының аулак кына бер урынында пишән чабарга керештек. Пишән сутының хуш исе килеп тора. Чаба-чаба болын түренә үк җиткәнмен. Дагын бер генә селтәним дигән идем, әни кычкырды. Тукта, кагылма. Сандуга җыясын кыйып пешерә язганмын мин ләбаса дивана. Куркудан нишләргә белмәгән былбыл балаларын шунда күрдем мин. Үземне дә шундый ук язмыш киткән чамаларга кирәк иде дә. Нишләп һаман шушы хәл исемә төшә соң әле. Ул яман чалгылар Казан өстендә дә күп уйнаклаган булган икән. Тукта, кагылма дип әйтүчесе булмаган. Хәер, әйтүчесе булса да тыңламаслар иде, туктамаслар иде. Күпме былбыл оялары тузгытылган. Әмма җаллатның чалгысы үз башына төшәргә язган булган икән. Ә ул кыяктай чалгы кызгануны белми. Алсу нәфис гөл булып кылансаң да соң инде. Кыя да сала. Оң қолыңда қурак салазы. Сол қолыңда ұшма жылысы.